down, please. Today we have the lesson, the funny lesson, AI lesson, okay? Let's start our lesson. Қазір бірінші сіздермен психологиялық ахуал тудырып аламыз. Ол үшін сіздердің көңіл күйлеріңіз, энергияларыңыз қандай деңгейде екенін анықтаймыз. Тез-тез бір-бірден шығып, қандай энергиямен отырса, соның үстінен басып қойыңыздар, жақсы ма? Келіңіздер. Аха, let's start. Данияр, ой, айтөре. Тез-тез бір-бірден келе беріңіздер, артынан келе беріңдер. Келе беріңдер. Кеткендер, аха. Оқырласпай тұрып, аха. Тез басамызда кетеміз. Үстінен басымызда. Үстінен басып көретін. Қайсыны таңдап тұрсыз? Аха. Отыра беріңіз. Кім басты отыра беріңіздер. Тезірек. Ага, 100% дайын, Мират. Кімдер келмеді? Тез-тез подходим, баса береміз. Okay. Okay. Your energy is very good. Okay. Okay. Continue our lesson. Қазір сіздермен бізге қайталауға арналған сабақ бұл. Сондықтан қазір түбе етістіктеріне қайталау сабақ болады. Жақсы ма? Түбе етістіктер деген қандай бізде балалар ол? Түбе етістіктер ол екі сөзден немесе көп сөзден. Жоқ, түбе етістіктер деген. Түбір деген ол қазақ тілінде. Түбе етістік деген бізде есімдіктердің қасында тұратын түбе етістігі, иә? Яғни ол сөйлемнің негізгі бөлігі болып табылады. Ол бізде өзі үшеуі қандай? Is, are. Okay. Аха. Берілген сөйлемге сіздер қазір тиісті түбе етістігін жазу керексіздер. Who wants to start? Кім тақтаға келгісі келеді? Кеш, Мира. Аха. He, нәждесіз. Okay, is жаза қойыңыз. Аха. He is a doctor. Okay. Translate, please, Мират. Мират, translate, please, your sentence. Орныңызды айта беріңіз. He is a doctor. Аха, аударамыз қазақшаға. Қалай болады екен? Қалай болады екен? Ол дәрігер, иә? Okay, the next. My dog. Келе ғой. Қандай түбе етістік қоямыз? Қандай түбе етістік бір жайтып аламыз? My dog. Балалар, қандай түбе етістік қоямыз? Ит болса. Қалай әм қоямыз? Әм ол, әрқашан айдікі ғана. Ар да келмейді. Is. My dog is kind. Менің итім жуас, иә? Ақкөңіл немесе. Kind, добрый деп аударылады негізі. Жақсы. Келесі. Келесі. Кім біледі? Келе ғой олжа. Мен алтыдамын. Айдың түбе етістігі әм деп айтасыз. Әм. Әмді ғана қоюға болады. Егер де мәжге айдан кейін апостроф қойсақ, онда әм қоюға болады. Ал апостроф жоқ кезде біз ай әм деп жазамыз. Жақсы ма? Аха, өте жақсы. Ай тек мен алтыдамын. И және соңғысы. Келе ғой назар. Олар достар. Қандай түбе етіс қойылады? Жоқ. Ар, иә, олар. Өйткені олар деген зейдің бізде түбе етістігі. Жақсы. They are friends. Олар достар. Жақсы. Осымен біз сіздермен қайталап алдық. Ары қарай жалғастырайық. Енді қазір сіздермен біз тақырыпты ашу керекпіз. Бүгін қандай тақырыптың төңірегінде жұмыс жасайтынымызды. Ол үшін мына берілген тірек сөздерге назар аударайық. Бүгінгі тірек сөздер бізде that. Who is that? Әке. People. People. Жоқ. Purple емес. Not purple. People. Адам, иә? Адамдар. People деген адамдар. Және де has got деген көмекші етістік бар бізде. Has got деген ол қандай білдіреді? I have got a pen десем. I have got a pen. Менде қалам бар. Иә, дұрыс айтасыз, Амира. Менде қалам бар. Яғни бізде бір заттың бар екенін білдіру үшін біз has got көмекші етістігін қолданамыз. Сонымен бізде қандай тақырып болайын деп тұр екен, ашып көріңіздерші. Әке деген сөз бар, адамдар деген сөз бар, және has got деген көмекші етістік бар. Қандай тақырыптың төңірегінде болады? Жоқ, қандай тақырып? Не туралы болады? Мектеп туралы ма? Отбасы туралы ма? Жануарлар ма? Отбасы туралы, иә?
Onda taqырыбымызды ашып алайық. People I love деген тақырып болады бізге бүгін. Мен жақсы көретін адамдар деген. Жақсы ма? Ол кісілерде кімдер? Mom, dad, okay. Grandma, sister. Okay. Жаңа жауап бергендерге, карточка беріп қойшы. Өйткені соңында бізде бағалау болады, жақсы ма? Бәйге арқылы бағалайтын боламыз. Сол кезде кімге қанша карточка, сонша атты жүргіземіз. Тағы кім шығайды? Америка жауап беріп отыр, жақсы. Аха, беріп қояйын, аха. Жинап отырыңыздар. Жақсы, олай болса, ары қарай сабағымызды жалғастырайық. Қазір бізде сіздермен Telegram деген әдіс арқылы жұмыс жасайтын боламыз, иә? Мына сабақтың барлығы қалай болып жатыр сіздермен? Сіздер бірден жазып жатқан жоқсыздар, иә? Барлығы жасанды интеллектпен жасалынған сабақ, сіздерге көрдіңіздер ме? Қазір мына берілген қағаздан жасалған ұшақтарды ұшырып, тақырыпты ашасыздар, жақсы ма? Telegram анандай көк түспен, сосын қағаздан жасалған самолетпен тұрған. Аха, окей. Дәптерлеріңізді ашып қойыңыздар бірінші. Және де бүгінгі күнді жазып алыңыздар. Бүгінгі күнді жазып алыңыздар. Today is the 20th of May. Жазшы, дәптерге жазшы, жұмыс істеші. Болғанда мүмкін. Материал болған жоқ. Екінші қасымға қым бер. Мазалы шықты. Мүмкін шыққан жолайды. Накым карточка. Сен шықтың, е? Сен шықтың. Қазір анау бағалауға кейінгі аттарын шаппай қалмасын. Аха. The 20th of May. Аха. People I love. Енді тақырып жазып қойыңыздар. Жаздық па? Тақтаға күн шығады, дайындалып отырыңыздар. Тақтадағы ашылған сөйлемдерді дәптерге жазып отырасыздар, жақсы ма? Okay, yes. Okay. Continue our lesson. Who wants? Тақтаға кім келеді? Келе қойшы. Мына астыңғы жақтағы самолеттің ашып жүрсеңіз, мына жерден. Иә, тапсырма ашылды. Осыны ашқыш. Аха. Rosie have got or has got a ruler. Бізге таңдау керек. Have got немесе has got'ты таңдау керек. Қайсыны таңдаймыз? Rosie have got таңдаймыз ба? Әлде has got таңдаймыз ба? Астын сіз қойсаңыз болады, қайсыны таңдаймыз? Айтып алыңыз бірінші. Аха, дұрыс. Has got. Аха. Rosie has got a ruler. Rosie'дің несі бар? What is a ruler? Сызғышы бар Рози'дің. Окей, сидаун қой, thank you. Отыра қой. Келесі. Келе қой. Мағжанды. Келесі бір самолетқа жүре қой. Жоқ, астың жағынан. Жақсы жағынан. Анау самолет шығып. Ал, қайсыны таңдайсыз? Have got or has got? Астын сіз қойыңыз. Менің анамның кітабы бар. Анасы болса has got па, have got таңдаймыз ба? Has got. Аха, окей. The next. Шықпағанда, пожалуйста. Азаля. Болды ғой. Подожди, ага, енді басын.
Так, bu bo'ldi. Basqasin. Aha. Bu yerga bizga tubiyetni qo'yish kerak. Bu meni akam deyinga qanday tubiyetni qo'yasiz? Qanday tubiyetni qo'yamiz? Is deymsiz. Aha, is. Aha. Qo'ying, пожалуйста. Ой, please. He is my dad. He is my dad. Aha, bu mening akam. Tak, keladi bizga. Yo'q. Madira gelişi. Aytirish qilma. Kela qo'ying, aytiring. Juda bir samolyotni tushib qolibdi, so'ng bosib chiqartmishlar. Boshqarmadi ya. Basqasini bosib qo'yamiz. Nima bo'ladi? Yo'q, u emas, navbat bosib qo'yamiz. Ne boshqarmadi? Shunda meni. Ikkinchi. Aha, bu ham sizga тоже. Tubiyetni qo'yish kerak. Ikkinchi. Jana bizga kimni so'ylayman deb, kim shirkatni so'ylamga? Azalya chiqqanda he is my dad dedi. Endi she'ning tubiyeti bizga qanday? She'ga qanday tubiyet qo'yamiz? Bu mening akam dedi. Sizga bu mening anam degan so'ylam. Qanday tubiyet qo'yasiz sizga? Is, aha. She is my mom. Okay. Aha, sizdan qo'y. Kelmiz. Aliya chiqqan yo'q bizga. Mana yerda bizga bir samolyot qotib qolgan edi. So'nning ustiga tashib qo'ydik. I have got a pen. Menga qalam bor deb biz qalay aytamiz janaqalarga misol aytib ketganman. I have got or has got. Aytdim ko'makchi etdiga bizga have got. Aha. Shuna qo'yamiz. I have got. Okay. Aha. Film yerda jazba olib qo'yamiz. O'sha oyoqdan bo'ldi. Oyoq qoldi. Film yerda jazba olmadi. Barliqni ochib qo'yamiz sizga. Ko'rinmagan jizlardan ko'rinib turadi deb chizib shuni yozgan bir tushsamiz. Bala meni sizlar ortiq so'ylatdingizlar. Kelasi sizlarga bala juptiq жұмыста qarangizlar. Tag'da sizlar has got немесе have got'ni qo'ldanib berilgan suratlarga qarab o'tirib сөйлемдер құрастырасыздар. Qarangizlar. Susan, Tom, Jack және Jill, Tom және Susan және олар деген сөйлемдердің бастары бар. Бес сөйлем бар. Осы сөйлемдерді сіздер суретке қарап отырып құрастырасыздар. Например, қараңыздар. Tom'da it бар ма? Жоқ. Tom'da велосипед бар ма? Бар. Фотоаппараты бар. Susan'da үшеуі де бар. Jack пен Jill'да iti бар. Велосипед жоқ. Фотоаппараты бар. Яғни бар болса, has got немесе have got'ты қолданасыздар. Жоқ болса, hasn't got немесе haven't got'ты қолданасыздар. Жақсы ма? Сөйлемдер жасайсыздар. Бірінші сізге көмектесемін. Бірінші сөйлем былай тұр сіздерде. Susan has got немесе have got a dog. Susan'da it бар ма? Бар. Бар ғой, Susan деген сөйлем. Аты жазып тұр. Бар. Яғни бос орынға мен жазамын. Мені has got. Susan has got a dog. Түсінікті, я? Кім келеді екіншіге? Медина шығып қалды. Мединаны бір қалды. Сосын мен. Медина қарап суретке Tom'да ит деп тұр бізде. Tom'да иті бар ма, жоқ па? Tom'ның иті бар ма? Бар ма? Жоқ. Жоқ болса біз hasn't got қолданамыз ба? Haven't got қолданамыз ба? Hasn't got қолданамыз. Мәжге бос орынға жазасыз. Hasn't got.
Tezirek. Sozib жазбай. Сынай болса ғой, Aha, sit down, please. Azalea шылайын. Апа татарадан кейін. Енім тағдайын тұшым. Okay, wait, please. Azalea. Татарадан кейін точка. Jack, оқыңыз. Jack and Jill. Оқыңыз деп сөйлеміңізді. Jack and Jill. Аха. Дәркен таңдаймыз. Bicycle. Екеуінде велосипед бар ма? Жоқ бізде. Сондықтан не таңдаймыз? Оларда жоқ болса, hasn't got па, haven't got па? Егер де біз Jack қана болса, біз has'ды қолданатын едік. Бізде Jack және Jill екі адам болса, нені қолданамыз? Haven't got. Сен қызып жаздың. Сізден бұл. Ер назар. Ат жақтан шуламаймыз. Ер назардан ен Амира шығады. Tom and Susan. Tom мен Susan'да велосипед бар ма? Ер назар. Tom мен Susan'да велосипед бар ма? Бар. Бар болса нені қолданамыз? Екеуінде бар. Has got па, have got па? Олар да. Олар have. Дұрыс айтасыз. Have got. Okay, aha. And the last, Amira. Оларда, барлығында бізде қараңыз, камера бәрінде бар, я? Оларда камера бар деген сөйлем жасап еді бізде. They has got or have got a camera. Have got, yes. Жазамын. Окей. Жарайсыздар. Қарайсыз. Сонымен бізде түсінікті болды, иә? Have got, hasn't got, haven't got'ты қашан қалай қолданатынымыз түсінікті болды ма? Иә. Жақсы, түсінікті болса, ары қарай соңғы тапсырмамыз болды бізде. Қазір бізде мынандай ЖИ бізде ассистент келеді, сіздерге сұрақтар қояды, сіздер сұрақтарына жауап бересіздер. Оған дейін жаңағы жұмыс жасағандардың бағаларын беріп қояды. Шақын болды? Маған сен шықтың ба? Төртеу, бес тапсырма болды ғой, тақын шықты. Амира. Амира бермесің, бердім. Амира неден? Сосын кім шықты? Азалия сен шықтың ғой. Алдыңда? Мира? Айтөре айтсаңшы. Сен жаңа тапсырма. Жоқ, Айтөре шыққан жоқты. Мадира шықтың ба сен? Айтшыне. Келіңіздер, қазір мына берген ассистенттің кеудесін басасыздар, сіздерге тапсырма ашады. Гаухардан қысақшы, Гаухардан. Мераттан кейін точка. Точка дальше. Сенен кейін. Ага, ашылды. The dog. Түбес қою керекпіз. Бұны ауызша орында жазудың қажеті жоқ, иә? The dog brown. Қандай түбес қоясыздар? Есік бар. Есік болса бізге ол есімдігіне жатады. Және есімдігінің түбесі. Okay. The dog is brown. Okay. Sit down, please. Кел. Аяқ. Баста беріңіз. Жоқ. Жақсы, аға. They long legs. Бұл жерде біз have got немесе has got көмекшетістігін қою керекпіз. Олардың ұзын аяқтары бар. They'дің көмекшетістігі have ба, has ба? Has. They'дің көмекшетістігі
Have got. They have got long legs. Yes? Айтыңыз. They have got long legs. Okay. Алия. Тағы басын. Екі рет жазып қойғанда. Тағы бір басын. Түбетсіз қоямыз. You French. You түбетсіздігі қандай? Түбетсіздік. Көмекші етсіздік емес. Түбетсіздік. You. Сен французсың. Сен қазақсың. You are Kazakh. You are French. You are. Okay? You are French. Айта ойымыз. You are French. Okay. The next. Махан. Келесі Магира келеді. Түбетсіз. Дұрыс айтасыз. I am. Жоқ, жазылықтың қажеті жоқ десеңіз. Оған жазылмайды. Жазып жатқан жоқпыз ғой біз. Жазуды қоймады. I am a student. Жақсы. Мен студентпін. Келесі аңыз ашық тұр. Магира. Бұл сынып деген сөйлем ашылды сізге. Ашық қойдым мен уже. Бұл сынып. This түбетсіз. This is. Yes, түбетсіз is қоямыз. This is a classroom. Бұл сынып. Немесе бұл үй деп айтсақ, дәл осылай қалай болады? This is a house. Так, келесі Ерназар. Бұл сөйлем сізге көмекші етіп қою керек. Менің көк көздерім бар. I have blue eyes. Has got or have got? I have got, yes. I have got blue eyes. Okay, sit down, please. Ұлжан. Шомысы. Оның әпкесінің қара шаштары бар. Please, sister. Have got or has got? Has got. His sister has got black hair. Okay. Thank you. Sit down, please. Give your cards. Siz bo'ldingiz. Takım buldum da topşırmadan. Amira buldu mu sen? Yok. Ben buldum. Nasıl buldu? Tak. Ben buldum. Kim buldu? Azade kim buldu? Болған жоқсың да? Окей. Енді сабақтың соңында сіздермен бағалап өтейік. Осы сабақ сіздерге қиын болды ма, әлде сабақ түсінікті болды ма? Келіп, сіздер қазір мына сөздің үстіне бассаңыздар, жауаптарыңызды ала аламыз. Қиын болса, қиын деген сөздің үстін басыңыздар. Оңай болса, түсінікті дегенді басыңыздар. Сөзге тигізіңіздер. Подождите, балалар. Айтып тұрыңыздар, қолдан жетпей жатса. Жақсы. Секірудің қажеті жоқ. Неге жоғалтып жіберіп жатсыздар? Міне. Шетіне бассаңыздар, сөздің үстіне. Жақсы, мен басып берейінші? Басыңыз. Кімнің бойы жетеді, өзі бассын. Кімді жетпейді, секірмеңіздер. Секірме, бара бер. Жалған. Келесі. Жақсы. Түсінікті болды. Тағы да. Түсінікті болды. Тағы да. Ерназар, сіз басып тұрға жауабыңызды? Жоқ. Бере қойыңыз жауабын. Азалия, тезірек. Жақсы. Сізге? Түсінікті болды ма? Жақсы. 12 балаға сабақ түсінікті болған екен. Жақсы. Рахмет сіздерге. Қазір сіздермен біз бұл сабақты бағалаймыз.
Аяқтанамыз. Ошан сізде неше жауап бар? Екеу. Бір, екі. Аха. Бір, екі. Сонда сізде былай тұру керек шығар, иә? Аха. Айтөре, сізде неше жауап бар? Біреу. Арлан. Жоқ. Данияр. Жоқ. Азалия. Бір, екі. Келіп өздерінің аттарын басса да болады. Бірден только Мағжан. Бірден дедім. Әркім ретпен. Мағжан әлі басқан жоқ. Кімге неше жауап бар, сонша рет басасыздар. Келесі ретте. Медина. Тезірек, қыздар, кім бар нәрде? Баста берді Шамира. Тезде жауап береміз. Аха, жақсы. Мират. Аха, Гаухар. Медина қайдан? Бас болды, жақсы. Келесі бетте жалғастырамыз. Әлия, Ерназар, Магира. Әлия, сізде қанша жауап? Ерназар, сізде? Мадира, сізде неше жауап? Берген жоқ деп, сіз тақтада болдыңыз ғой. Бір жауабыңыз бар. Беремін. Жақсы. Осындай көрсеткішпен отырамыз орнымызға. Осындай көрсеткішпен бәйгедегі аттарымыз шауып бара жатыр. Сабақтары түсінікті болды ма? Жақсы. Үй жұмысына сіздерге түбі етістіктерді қайталайсыздар. Және де кәгот немесе кәгот көмекші етістіктерін қай есімдікке дұрыс қою керектерін қайталайсыздар. Жақсы ма? The lesson is over. Goodbye. Now, peoples, I will give you tasks. You must to read the text, then do the exercise 1. Okay? Now let's start to read. Who wants to read, children? Кім оқиды? Кім оқығысы келеді? Жоқ, мәтінді біреуміз оқиық, аударайық, содан кейін тапсырманы орындайық. Ерназар, басташы. Ага. I got a brother here. Brother. But I got two sisters. My sister's Polly is a pupil. She is a model. Okay, stop. Let's continue. Azalea. Polly is very nice. Alia, continue, please. My sister Dolly is 11. 11. She is a good pupil. Okay, stop. Мағжан, жалғастыршы. She likes to read. We have a good cat, But we got a dog. We like to play with Tom. by Tom. By Okay, Беріңіздер, мен де бір оқып берейін. I haven't got a brother. Менің ағам жоқ. But I've got two sisters. Кім бар екен? Екі әпкесі бар. My sister Polly isn't a pupil. Менің қарындасым Polly оқушы емес. She is a model. Polly is very nice. Polly өте жақсы. My sister Dolly is 11. Әпкем Dolly, оның жасы нешеде? 11-де. She is a good pupil. Ол өте жақсы оқушы. She likes to read. Ол оқығанды жақсы көреді. We haven't got a cat, but we've got a dog. We haven't got a cat, but we've got a dog. Бізде мысық жоқ, бірақ бізде ит бар.
We like to play. Біз ойнағанды жақсы көреміз. By Tom. Сау бол, Том дейді. Енді сіздерге келесі аста тапсырма бар. Қаламдарымызды аламыз. Осы мәтіннің ішінде отбасында кімдер бар екенін тауып, астын сызамыз немесе қоршап қоясыздар. Түсінікті ма? Отбасында кімдер бар екен? Екі әпкесі. Яғни sisters деген сөздің астын сызып қойсаңыздар болады. Түсінікті ма? Осылай орындаймыз. Бастайыныздар. Тағы да кімдер бар екен қараңыздар. Мысық бар ма? Ит бар ма? Не бар екен? Қараңыздар. Мәтінге қайтадан бір өздеріңіз қарап шықсаңыздар болады. Өмір кірші болады седі. Шыдала қосылған сүт сияқты. Нәсбеттерді шаршаттыққа береді. Аха. Ұлжан кімдер бар екен? Sisters. Және кімдер бар? Brothers жоқ. Мам жайлы айтқан жоқ бізде. Cat бар ма? Жоқ. Dog бар ма? Неге жоқ? But we've got a dog. Бізде мысық жоқ, бірақ бізде ит бар. Таптық па? Болдық, иә? Мәтін бойынша бұл жерде әпкелері және иті бар екен. Дұрыс айтасыңдар, Амира. Қазір қаламдарымызды орнымызға қоямыз. Сергіту сәтін жасаймыз. Дүрсілдетпейміз, жақсы ма? Okay, stand up, please. Баспалдаққа шығып бара жатырмыз. Okay. That's all. It's enough. Аха, демалдық. Sit down, please. Ары қарай ашыңыздар. Келесі бетін қойыңыздар қағаздарыңыздың. Келесі бетін ашыңыздар. Аштық па? Yes. Аха. In this paper, мәтін берілген сіздерге. Осы мәтіннің ішінде бізде бос орындар бар. Осы бос орындарды сіздер өздеріңіз жайлы мәліметпен толықтыру керексіздер. Яғни, hi, my name is дейміз, бос орынға өз атымыз жазамыз, иә? Мысалы, my name is Ерке. I'm 9. Менің жасым 9-да. I've got a happy family. Менің бақытты отбасым бар. We are from. Бос орынға нені жазамыз? Біз қайда тұратынымызды жазамыз, иә? Қайда тұрамыз біз? Okay, we are from Kazakhstan. I've got a mother. Her name is. Менің анам бар. Оның аты She is. Ол кім болып жұмыс істейді? Соны жазасыздар. Келесіде әкесі туралы жазасыздар. Және де атасы, әжесі, және олар қайда тұратынын, және де өздеріңізде үй жануары бар ма, мысық немесе ит, сонымен толықтырасыздар мәліметтерді.
Аха, жазып әрқайсымыз өзіміз жеке оқимыз. Пауза қоя тұрсам болады езер. Аха, Мағжан. Hi, my name is Marjan. I am 9. I have got a happy family. We are from Kazakhstan. I have got a much Мазы. Her Her name. Her name is. Guldara. She is programmist. I've got. I have got Father. what's his Name. His name is Arda. He is elected. I have got a grandmother and Father. grandfather. They are from Kyrgyzstan. They are female. I have got a cat. His name is. His name is Barsik. Барсик. Okay. I love my family. Bye. Okay. Ерназар. Hi, my name is Yanazar. I'm 9. I have got a happy family. We are from. We're from Kazakhstan. I have got a Мазы. mother. Her Name. name is Gulizar. She is housewife. Housewife. I have got a teacher. Father. Father. His name is Yerlan. He is a teacher. I have got a grandmother, Мазы. mother, And and grandfather. They are from Kyrgyzstan. They are fine. I have got a dog. His name is Rex. I love my family. Bye. Okay. Okay, well done. Who wants else to read? Okay. Кира, Алия. Complete the sentences with the correct word. She. Read please. She is a very Reliable friend. Okay, sit down please. Amira, come here please. Тесте жирки. Read please. Parents are satisfied with their result. Okay, sit down. Қазір мына қатарды бітірейік. Аяру. My. Айдың to be етістігі бізде? is Айдың to be етістігі? am. I am. Read please. I am not afraid Okay. of scary Movies. Мен видео түсіріп жатырмын. I'm not afraid of scary movies. Мен қорқынышты кинолардан қорықпаймын. Келе ғой Жауһар. Okay, very good. Read please. My sister is going to attend the conference. Okay, sit down please. The next, Mirat. My brother болса, қандай түбе түсіп қоямыз? our Менің ағам. Is. Okay, have a seat please. Мағжан. she is angry. She is
Келесі кім бізде? Ұлжан. She is. Okay. Да, the next. Medina, come here, please. We'дің to be етістігі қандай бізде? Are, дұрыс айтасыз. We are. Келесі, Азалия. Менің мысығым қара және ақ. Мысық болса, қандай to be етіс қоямыз? Is. Және, келе ғой Айтөре. She to be етістігі? Is, дұрыс айтасың. Okay, very good. To be етістіктерді сіздер өте жақсы жаттап алдыңыздар, я? Енді шатаспаймыз. Жақсы. Және де бізде тағы да бір қайталайтын тақырып бар, грамматикалық. Ол бізде қандай? Өткен сабақтағы have got және has got көмекші етістіктерін қайталайтын боламыз сіздермен.